Достар, мен сіздерге рахмет айтқым келеді, алғыс айтқым келеді. Осы сәтке дейін тыңдап, жазып, мұқият қарап отырғандарыңызға мен маңызды, пайдалы ақпараттармен бөлістім деген сенімдемін. Және де біз қазір қорытынды бөлімге келіп жеттік. Қорытынды бөлімнің алдында шабыт сыйлайтын ресурстар, жалпы кітаптар болсын, кинофильмдер, видеолар болсын, мен жалпы кеңес берейін деп шешім қабылдадым. Енді кітаптарға келетін болсақ, өте көптеген кітаптар оқыдым. Кеңес беретін болсам, әртүрлі топ үлкен компаниялардың шығу тарихы, қандай қиыншылықтардан өтті, солар туралы кітаптардың барлығы меломан желілерінде осы онлайн кітаптар өте көп, соларды оқысаңыз болады. Алиэкспресс, Стив Джобстың историясы, немесе Питер Тиль деген кітаптар бар, Zero to One Labs деген, нөлден бастап бірге дейін нәтиже жету. LinkedIn'нің оқиғасы бар, Илон Масктың жаңағыдай SpaceX, Tesla деген кітаптары бар. Сосын мен өзім 3 рет оқыған кітап бар, ол стартап по Кавасаки деп атады, революционный метод деген кітаптары бар. Сол кітаптарда жалпы стартап жасаудың нөлден жаңағыдай табысқа жетуге дейінгі бүкіл инструкциясының барлығын детальды түрде жазған. Енді жалпы адамға енді энергетика керек қой әрқашанда. Бізде айтып жатады, ең құнды ресурс, бәлкім кеңестерден естіген шығарсыздар. Адамда уақыт дегенмен, уақыттан да маңызды ресурс ол энергия екен. Өйткені уақыт ол 24 сағат уақыт барлық адамда бар, бірақ барлық адамда сол 24 сағатты эффективді түрде қолданатындай энергия барлық адамда жоқ, иә. Сондықтан да IT жолы ол біреулер айтып жатады, күрделі жол, біреулер айтып жатады, ол кез келген адам программист бола алады деп. Бірақ менің өзімнің жеке көзқарасым, кез келген адам программист бола алады, бірақ кез келген адам программист бола алмайды. Неге? Кез келген адам программист бола алады, өйткені ресурстар көп. Сіз сол Европадағы, Америкадағы білімді үйде отырып ала аласыз да. Яғни сіз уақыт арнасаңыз, сіз 1 жыл болады, біреулерден талантты болады, 1 айда, 3 айда, 1,5 жылда жетіп жатады, тек уақыттың еншісінде ғана нәрсе. То есть кез келген адам программист бола алады. Кез келген адам программист бола алмайды. Неге? Өйткені тура сол уақытты, тура сол настойчивость, табандылық деп айтып жатыр, сол табандылықты кез келген адам арнай алмайды ғой. Сондықтан да кім сондай мақсат қойып, арман қойып, мен айтишник боламын, IT жоба жасаймын деп мақсат қойса, оған уақыт арнап, онымен айналысатын болса, нәтиже міндетті түрде болады. Ал энергетика тұрғысына келетін болсақ, шабыт тұрғысына келетін болсақ, сіз көптеген кинофильмдерді көрсеңіз болады. Мен кеңес беретін фильмдер ол «Социальная сеть» деген фильм, Facebooktың историясы, қалай ол Гарвардта оқып жүріп, оқудан шығып кетті, білесіздер, Марк Цукерберг. Сөйтіп Facebook деген үлкен компанияның құрылу тарихы. Одан кейін «Стажер» деген фильм бар, мысалы қыз балалардың қалай IT кәсіп жасай алатындығы, Энн Хэтэуэй деген актриса ойнайды, және де үлкен киім, қыз балалардың киімдерін, көйлектерін сататын үлкен IT жоба жасаумен айналысады. Одан кейін менің өмірімдегі ең бір маған әсер еткен сериалдардың бірі «Кремниевая долина» деген сериал бар, 6 маусымнан тұрады. Жалпы әрбір оның несі, әрбір бөлімі бір жеке бір лекция, сабақ секілді. Өте сондай юмормен жазылған, түсірілген, жарты сағаттық сериясы, әр сериясы тұрады. Сондай сабаққа пайдалы контентке толы сериал. Жалпы көптеген пайдалы ақпарат ала аласыз. Одан кейін «Стартап» деген орыстардың түсірген фильмі бар, Яндекс компаниясының. Атаулары өзгертілген, бірақ Яндекс компанияның құрылу тарихы. Жалпы сондай көптеген фильмдер бар. Стив Джобс туралы 2 фильм бар, Стив Джобс, сосын қателеспесем «Иллюзия обмана». Сондай фильмдерді қарап, әрқашанда шабыттанып, нәтижеге жете аласыз. Енді мынау 10 сағаттың формуласы бар ғой. Егерде Билл Гейтс сияқты болу үшін, немесе тағы да басқа әр саласындағы мамандар сияқты болу үшін, әрбір салада 10 000 сағат арнасаңыз, сіз эксперт боласыз деп айтып жатады. Сондықтан да табандылық ең бастысы тілейтін нәтижеге жету жолында. Мақсат қойыңыздар, мақсатқа жете біліңіздер. Мен және сенемін оған. Бізде енді мысалы бокста Головкин деп жатады мысалға, мысалы коньки саласында Денис Тен болса, ролевой модельдер ғой, енді жаңағы мотивация, шабыт сыйлайтын, үлгі алатын, бірақ IT саласында өкінішке орай IT-ді әлемдік деңгейде үлкен масштабқа шығарып, үлкен нәтижеге жеткен ондай бізге мысал болатын адам жоқ. Ол болашақта ондай болады деген ойдамын, және де сол мақсатта жұмыстану ол сіздің де, біздің де мақсатымыз. Біздің халқымыз аз, біздің экономикамыз әлемдегі үздік экономикалардың бірі болып саналмайды. Сол Сан-Францискодағы Apple, Google, Facebook сияқты компаниялар әлемнің ондаған, жүздеген мемлекеттеріне бай бір компанияның өзі. Сөйтіп біз сондай үлкен IT жоба қазақ елінің атынан шығарып, Қазақстан жасаған жобаны шығарып, әлемдік масштабқа шығаратын болсақ, онда біздің экономикамыз да өседі, экономикамызға көптеген ақша құйылады, және де халқымыз бай қуатты бола түседі. Сондықтан да армандаңыздар, барлығы мүмкін. Менің де немесе өзге де IT саласында жетістікке жетіп жатқан адамдардың 4 қолы, 4 аяғы жоқ. Ол да барлығы сол 12 мүшеден тура сіздей тұратын, тура сіз сияқты өтетін жолды жүріп өткен,
сондай армандаған, қиялдаған, еңбектене білген адамдар. Сондықтан сіздің де қолыңыздан келеді, өте сұранысқа ие. Ол тек қана студенттерге, оқушыларға ғана емес, сіз басқа салада жұмыс жасап жүрсеңіз де, кешкі уақыт, күніне 1 сағат, 2 сағат болсын жұмыс жасап жүріп, өзіңіздің уақытыңызды IT саласына арнап, егер мақсат қойып жұмыстанатын болсаңыз, курста оқитын болсаңыз, онда жарты жылдың ішінде, бәлкім 1 жылдың ішінде сіз переквалификация жасап, IT мамандығын, IT саласына кіріп кетуіңіз мүмкін. Диплом сұрау немесе жаңағыдай белгілі бір құжат сұрау, 2018 жылында Google, Facebook, үлкен компаниялар бірігіп, біз диплом сұрамаймыз деп үлкен насихат жария жасаған болатын, өзге де елдердегі компанияларға мысалы болу үшін. Яғни қазір диплом керек, университетте оқу керек, бірақ тура жұмысқа тұру үшін мемлекеттік органдар болмаса, көп жерлерде IT дипломын сұрамайды. Сондықтан да IT маманы болып, IT саласында жетістікке жету, ол кез келгеніңіздің қолыңыздан келеді, ол мүмкін нәрсе, сеніңіздер, жұмыстарыңыздар нәтиже болады. Бүгінгі сабақтың аяғына дейін менімен болғандарыңызға рахмет, көптен көп. Әрқашанда сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісуге әрқашанда дайынмын. Рахмет, сәттілік серіктеріңіз болсын.